Саламатсыз ба? Есімім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеода мен сіздерге Каспи банкпен қалай график жасауға болады, сол туралы айтып кететін боламын. Достар, егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Инстаграмға тіркеліп, маған тікелей эфирде сұрақтарыңызға жауап алсаңыздар болады. Егер де сіздерде Каспи банк бойынша кредиттеріңіз просрочка болып кетсе, немесе коллекторларға өтіп, коллекторлар звондап, мазалап жатса, сіздер Каспи банктың өзімен, немесе Каспи банктың коллекторларымен график жасай аласыздар. График жасау үшін ең біріншіден сіздің қарызыңыз Каспи банкте ма, немесе коллекторларда ма, соны нақты біліп алыңыз. Осыны біліп алғаннан кейін сіз қай жерге график туралы заявленияны жазатынын білетін боласыз. Ал егер де сіздің қарызыңыз кімде екенін білмесеңіз, банкке тікелей заявление жаза беріңіз. Сіздің қарызыңыз банкте болмаса, банк сіздің заявленияңызға жауап бергенде, қарызыңыз кімде, соны нақты жазып, телефон номерлеріне дейін сізге жазып жібереді. Ал енді сіз график бойынша заявленияны жазып жібердіңіз. Банк сіздің заявленияңызды қабылдаған соң 15 күн ішінде сізге график қойылады ма, жоқ па, жауабын беруге міндетті. Осы жерде банк сізге 3 түрлі жауап беруі мүмкін. Біріншісі мынандай: сіздің графигіңіз дайын, любой банктың отделениясына барып, графигіңізді алып кете аласыз деп жауап беруі мүмкін. Графигіңіз дайын деп келген жауап болса, банктың любой отделениясына барып, графигіңізді алып кетесіз де, сол график бойынша просрочкасыз төлеуді бастайсыз. Екінші жағдай: банк сіздің қарызыңыз өкінішке орай коллекторларға өтіп кетті. Енді сіздің қарызыңыз туралы барлық сұрақтарға жауапты сол коллекторлардан аласыз деп жауап беруі мүмкін. Сіздің қарызыңыз осындай коллекторларға өтіп кеткен жағдайда, сіз банкке жазған график туралы заявленияны коллекторларға жазасыз. Кейін коллекторлармен графикқа отырасыз. Үшінші жағдай: сіздің кредит бойынша қарызыңыз сот орындаушыларға өтіп кетті деп жауап келуі мүмкін. Егер де сізге банктен осындай жауап келетін болса, сізге алдымен аресті шешіп, сосын барып Каспи банкке график жасау туралы заявленияны жазу керек болады. Егер де сіз Каспи банкке график жасауға заявление жіберіп, 15 күн ішінде сізге жауап келмейтін болса, 4-9-ға, яғни Каспи банкке звондап, мен заявление жазғам, жауабы дайын болды ма деп хабарлассаңыздар, сізге я немесе жоқ деп жауап береді. Жауабыңыз дайын болса, Каспи банктың отделениясынан алып кететін боласыз. Тағы бір маңызды жағдай: егер де сіздің Каспи банктегі қарызыңыз коллекторларға өтіп кеткен болса, Каспи банкке қарызыңыздың 20%-ын коллекторларға төлеп, график жасалатын кездерде болады. Оны первоначальный взнос деп атайды. Ал егер де қарызыңыз Каспи банктың өзінде болса, график жасау үшін коллекторларға первоначальный взнос төлеп керек емес. Тағы бір жайды қосып кеткім келіп отыр. Банкпен график жасайтын кезде кімнің жағдайы нашар, яғни жұмысынан айырылған, инвалидності бар, жалғыз басты ана болсаңыздар, сіздерге точно график жасау үшін инвалидность туралы, жұмыстан шығып кеткеніңіз туралы справкаларды банкке график жасау заявлениясымен бірге жіберуді ұмытпаңыздар. Егер де сіз Каспи банктың кредиттерінен шаршап, оны тиімді графикқа қойып төлеп құтылғыңыз келсе, осы видеоның астына ссылкалар қалдырып кетем, менің немесе менің көмекшілермен тікелей хабарласа аласыздар. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, осы YouTube каналыма, сосын Instagram парақшама тіркеліңіз. Алдағы заң сауатын ашатын видеоларды жіберіп алмаңыздар. Сіздермен болған Маулен Спанкулов, назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.